Баршаңызға қайырлы күн. Панкейк істеуді көрсететін боламын. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз, шекерімізді саламыз, араластырып аламыз. Астына құрамын жазып қойдым. Ұнымызға разғытелді салып, кішкентай қасықпен араластырып аламыз. Бөліп салатын боламыз тестамызға. Жылы сүтімізді құятын боламыз. Жақсылап араластыратын боламыз блинчиктің көмегімен. Ерітілген сармайымызды салып аламыз. Блинчиктің көмегімен араластырып, ұнымызды салып аламыз. Сүтімізді де құятын боламыз. Барлық ұнымызды салып, жақсылап бір масса болғанша араластыратын боламыз. Сковородкамызды қыздырып аламыз. Осындай отта май құймай панкейктерімізді құйып аламыз. Менікі бір ожау кетті. Көз мөлшермен өлшеп істесеңіздер болады. Қараңыздар, осындай түйіршіктер пайда болған кезде екінші бетін ауыстыратын боламыз. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бірінші бетіне қарағанда екінші беті тез пісіп қалады. Тәрелкелерімізге салып, осындай неше түрлі оформлениемен сәндесеңіздер болады. Ас болсын. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Американский панкейкіміз дайын, іші осындай болып піседі. Рахмет.